Ал алдарыңызда міне домбыраны өте бір оңай әдіспен үйренуге арналған осындай тәсіл. Міне мен қазақпын әні. Домбыра үйренем десеңіздер, міне осы тәсілмен тез үйреніп кете аласыздар. Өйткені бұл қолданылған тәсіл, тәжірибеден өткен. Осы әдіспен көптеген адамдар үйреніп кетіп жатыр. Міне қараңыздар, қарапайым түрде міне мына сандарды сіздер санап табасыздар. Осындай сандар беріліп, үстінде 0, мысалы астында 0. 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар. Үстіндегі санды үстінен басасыздар да, астындағы санды астынан. Мынау төмен қағыс, ал мынау жоғары қағыс. Міне 0, 2, 3 сандарын басып отырасыздар тек. 0 болса баспайсыздар. Сөзі барлығы дайын жазылған. Міне осы әдіс қарапайым әдіс, үйреніп алыңыздар. Осындай жаңағы қағаз тиімді бағада беріледі. Комментарийге жазыңыздар. Кім қай қаладан домбыраны кім үйренгісі келіп жүр, кім нені түсінбей жүр. Бір күнде үйреніп кетуге болады, негізі қатты ниет болса. Өйткені мынау өте ыңғайлы әдіс, оның үстіне қатты ниет болса, өте тез үйренеді адам. Басынан бастап қараңыздар, асықпай. 0 мен 0. Ең басында тұр, қараңыздар, қа деп тұр бүгін. 0-ді баспайсыздар, астында да 0 баспайсыздар. Қағыс төменге, міне сары белгі тұр ғой. Төмен қағыс жасайсыздар да қа деп айтасыздар бүгінді сөзді. Келесі 0 мен 2. 0-ді баспаймыз, астынан екінші пернені басамыз да жоғарыға тартамыз. Одан кейін міне зақ деген буынды айтамыз, қа зақ деген сөз шығады. 2-ні жоғарыға тарттық, содан кейін үшінші перне қағыс төменге. Дәл солай кете береді әрі қарайда. Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Міне барлығы дайын тұр. Ал үйреніп алыңыздар. Сәттілік, өте бір ыңғайлы әдіс. Домбыраны оңай үйренуге арналған. Домбыра тартам десеңіздер, міне дайын әдіс. Міне қайтадан түсіндірейін. Мына үстіндегі 0-ді, мысалы 0 мен 2 тұрған, жел дегенде 0-ді баспаймыз. Ал астында 2 деген санды домбыраның пернесінен жоғарыдан бастап санаймыз. 1, 2 деп сөйтіп екінші пернені астынан басамыз. Қағыс төменге 2-ні басып тұрамыз да, екінші пернені төменге тартамыз. Сосын жел деген буынды айтамыз. Жел. Келесі қағыс жоғарыға. Дей. Үшінші перне. Желдей. Сөз шығады. Сосын әрі қарайда дәл солай таба береміз. Бесінші перне 0 мен 5. Қағыс төменге. Жүй. Бесінші пернені астынан басамыз. Үстінің барлығы 0, үстін баспаймыз. Желдей, жүйрік. Екінші перне сосын жылқы, мін, бей, жалғанда. Аламанда ат оздырмай кетерем. Көрдіңіздер ме? Өте бір ыңғайлы әдіс. Сандарды тек санап табасыздар. Қайырмасы. Сандар жазылған, барлығы ыңғайлы. Ал ағайын, үйреніп алыңыздар домбыраны. Комментарийге жазыңыздар, кім үйренгісі келеді.